Бұл Нұрлан ақ көңіл, алғыр еңбекқор жігіт еді. Бірақ соңғы кезде құмар ойынның соңына түсіп, барлық абыройынан айырылған, тіпті отбасы бар екенін де ұмытып кеткендей. Неге айтасың отыласың деп? Сен кесіңе отылып қалдың. Өзің оқыттырып отқан. Сен емессің бірінші бастаған отыласың деп. Сен емессің бәрін бастаған. Неге отыласың деп өтесің? Нұрлан, онсызда қарыздарың көп қой, ойнамасаң ойнамай-ақ қой бізбен. Ойнамайым сендермен. Бүгінде көңілі түсіп келген Нұрлан күндегі әдетіне салды. Маған істейтін тамағы қайда? Қатын, әлі жинап отырсың ба? Мана тамақ қайда дайындайтын? Неге ренжуілсіз? Міне бәрі дайындалады қазір. Жұмса жаңа келдік қой, бәрін дайындап берем. Шайда, тамақта бәрі де дайындап. Дайындашы енді, манадан отырып қой, аштан өлейін деп. Бізде бәріміз жұмысына жаңа келген жоқпыз ба? Қалай дайындайсың? Бала бар, бір жағында тамақ бар, жұмыс бар, бәрін қалай алып жүремін мен? Шаршадым мен Нұрлан уже. Дайындашы енді тамақты, бәріне де үлгергі болады ғой. Қалай үлгерем мен тамақты? Бәрін қалай үлгерем? Шаршадым Нұрлан. Бәрін алып берейін, тамақтарың түгел бәрін шаршап, тұна құмар ойындарының бәрін бітересің. Қалай шаршамайсың? Енді нағыз дейсің маған. Келіп атқан бір тиынға табысың жоқ. Бәрін дараға шашасың, құмар ойын, түн демей, күн демей кете бересің. Шаршадым мен, болды, кетем. Кетсең, кет онда. Кетем. Болашағын ойландырмай ма? Бәрі ойнаған жалғыз өзім шаршадым ғой мен. Кетсең, кете бер онда. Сен де шаршаттың адамды. Ақсалап қайта қайта. Саған балдардың сабағы, тамағы, басқа ештеңені қызықтырма. Маған ештеңе керек емес, маған ақша керек. Арақ керек маған. Бұл ұрысты күнде естіп жүрген Айзатта анасының алдынан жүгіріп шығады. Жаным, жүр, бұларға не жетпейді екен ай. Күнде айқай, күнде шу мазамыз кетті ау. Маған сенің бала-шағаң, заттарың дым керек емес. Маған ақша керек дейді. Тоба, бұл не болғаның? Қарағым ақылға кел. Айналайындар жүр. Үйге кіріңдер. Мама, мен бәрінен шаршадым, мама. Жүр, шаршадым. Жүр айналайын, жүр. Кетем, мама. Болды саған. Жүр айналайын. Мама, мен келгеннің берекеті, отбасының берекеті болған. Айқай мен ештеңе шешілмей. Бәрінен шаршадым, мама. Жүр айналайын. Болмайды. Жүр айналайын. Бұл не болғаның ақылға кел айналайын. Сен кетсең менің күнім не болады қарағым ау. Немерелерімсіз маған күн бар ма? Ақылға кел қарағым. Қарағым ашумен ештеңе шешілмейді. Мама, бір айттым, екі айттым, ешқандай нәтиже жоқ. Болды ғой, мама. Балам менің балдарында да шаруасы жоқ, басқа менде шаруасы жоқ. Немерелерімнен мен айла көрмей айналайын ау. Құмар ойнап болғаның қарағым ау. Мама. Ақылға кел қарағым ау. Болмайды ғой жаным ау. Кел айналайын ау. Кел. Көздерін жәутеңдетті осыларды. Қайда алып кетесің менен айрап? Ақылға кел. Балам мен өзім сөйлесем ақылы бар ғой. Қарағым. Мұнда ақша бар ма өзі? Ақша керек маған, арақ керек. Айналайын ау. Ақша тауып бер маған. Мама, ақша тауып бер маған. Ақшасын білмеймін басқан, ақша тауып бер маған, бұл. Сыртқа шықсын. Жүр айналайын, ақылың бар ғой. Бұның не қарағым ау. Ештеңе айтпа маған, түсінбеймін ештеңе. Көзімнің ағымен қарасыңдар. Мынау не болғаның қарағым. Жаниясынан ағынам ақшасын. Жаниясының аузынан жүріме қарағым ау. Білмеймін басқан. Ақылға кел. Ақша тауып бер маған. Ақшам қайдан болсын ақшам. Үй ішінде болып жатқан жанжалдар сені осындай мейірімсіз қылып қылдым ба? Анаңның ақ сүтін ақтайды деп ойладым ғой жаным ау. Жанияңның аузынан жырып, осындай күйге түседі деп ойладым ба жалғызым ау. Жұмысың қайда, оқуың қайда оқыған құлыным. Бұның да әкеңнің көрмегенде жақсы болып бір жағынан. Әкең бұның бәрін көргенде көтер алар мен жарығым ау. Мен сені әлі де қимаймын құмар ойынға құлыным. Қайтып кел құлыным. Бір Аллаға тапсырдым өзіңді құлыным. Ақылға кел құлыным. Қарындас, неғып отырсың далада? Аға, сізге бірдеңе айтайын деп едім. Ертең концерт болатын еді. Мұғалімдер, ата-аналарымды әкелерін шақыр деген. Әкем орнына сіз келесіз бе? Жақсы, барам.
жеңеше сізге бір нәрсе айтайын деп едім. Айта ғой жан. Ертең бізде концерт болатын еді, соған жанкүйер боласыз ба? Боламын, әрине барамын. Сенді қашан қолдамап едім мен? Барамын, астынан табыламын бұйырса. Қай уақытта болады? Ертең. Көптен күткен бұл кеште болды. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, концерт акцияға келгендеріңіз үшін мың алғыс. Сен қалай өмір сүрдің, әкемендей жасыңда, айтады анам бір жылап, бақытты едік басында, көруге тәтті бал жақты, менің де хақым бар шығар, ол үшін әке асылым, бұл теңіз қасымда. Неге менен қаштыңдар, неге ажырастыңдар, қосылыңдаршы қайтадан, әкешім анам жассыңдар. Неге менен қаштыңдар, неге ажырастыңдар, қосылыңдаршы қайтадан, әкешім анам жассыңдар. Орнына әкемен кетсем, анамды іздеп келермен, дәл бұлай емес басқаша, бақытты ғұмыр сүрермен. Кінәламаймын жазғыра, маңдайға салса көнемін, өзіңсіз әкемен қалай бақытты өмір сүремін. Неге менен қаштыңдар, неге ажырастыңдар, қосылыңдаршы қайтадан, әкешім анам жассыңдар. Неге менен қаштыңдар, неге ажырастыңдар, қосылыңдаршы қайтадан, әкешім анам жассыңдар. Бүгін концерт күшті болды, мұғалімдер де мақтады. Аға, сізге рахмет. Қарындасының айтқан өлеңінен бірдеңе ұққандай болған Нұрлан әйеліне жылы көзбен қарап, үйге оң аяқпен кірді. Мама, бүгін концерт күшті болды ғой, мама. Аға, жейшем келдік, күшті болды. Айналайын-ау, құлыным, сендердің қуанғандарың. Анашым, кешіріңізші мені. Құдай жаным. Балаңыз қателесті, кешіріңізші. Кешірмей қайда барайын, құлыным, кешірдім. Бәрін де түсіндім, анашым. Кешіріңізші мені тек. Анашым, бүгінгі концерт өте керемет өтті, бізге ұнады. Ұнады бәрімізге. Ай, жандарым, Айсыңның өте әдемі ән айтады екенсің, даусың керемет. Мен қарындасым мақтау. Құлыным. Барлығы осындай күшті болғанда ол. Бұл күнге де жеткізді ау алла. Мен не жасадым? Қандай қателік істедім? Қалай осы жолға түстім? Қайран уақытым-ай, босқа кеткен. Кешірші ана, кешірші кішкентай қарындасым. Балапаным, жан-жарым. Анашым-ай, көз жасыңды көлдеттің-ау. Жүрегіңді ауырттым ғой. Мына қу дүние, арам ақша қызықтырған, мәнсіз сүрген өмірім. Мені кешіре алсаңдар, кешіріңдерші. Мені түзу жолға салшы, жаратқан.